Абайдың 39-шы қара сөзі. Рас, бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы төмен болған. Бірақ бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт ата-бабаларымыздың мінді ісін бір-бірлеп тастап келеміз. Әлгі екі ғана тәуір ісін бір жолға жоғалтып алдық. Осы күнгілер өзге мінезге, осы өрмелеп ілгері бара жатқанына қарай, сол аталарымыздың екі ғана тәуір мінезін жоғалтпай тұрса, біз де ел қатарына кірер едік. Сол екі мінез жоқ болған соң, әлгі үйренген өнеріміздің бәрі де адамшылыққа ұқсамайды, шайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқанымыздың бір үлкен себебі сол көрінеді. Ол екі мінезі қай десең, әуелі ол заманда елбасы, топбасы деген кісілер болған екен. Көші-қонды болса, дау-жанжалды болса, билік соларда болады екен. Өзге қара жұрт жақсы-жаман өздерінің шаруасымен жүре береді екен. Ол елбасы мен топбасылары қалай қылса, қалай бітірсе, халық та оны сынамақ. Бірден бірге жүргізбей болмайды екен. Қой асығын қолың ал, қолайыңа жықса сақа қой. Бас-басыңа би болса, манар тауға симайсың. Басалқыңыз бар болса, жанған отқа күймейсің деп мақал айтып, тілеу тілеп, екі тізгін бір шалбарды бердік саған. Берген соң қайтып бұзылмақ түгел, жетпегендікті жетілдіремін деп, жамандығын жасырып, жақсылығын асырамын деп тырысады екен. Оны зор тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсылары да көп азбайды екен. Бәрі өз бауыры, бәрі өз малы болған соң, шыныменен жетесінде жоқ болмаса, солардың қамын жемей қайтеді. Екінші мінезі намысқорлық екен. Ат аталып, аруақ шақырылған жерде ағайынға өкпе, араздыққа қарамайды екен, жанын салады екен. Өзіне ар тұтқан жаттан зар тұтады. Аз араздықты қуған көп пайдасын кетіреді. Ағайынның азары болса да безері болмайды. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді деп, жол қуған қазынаға жолығар, дау қуған пәлеге жоғылар деп. Кәнекей, енді осы екі мінез қайда бар? Бұлар да арлылық, намыстылық, табандылықтан келеді. Бұлардан айырылдық. Ендігілердің достығы пейлі емес, алдау дұшпандығы, кейіс емес, не күндестік, не тыныш отыра алмағандық.